1976 жылы қабырғасы қаланған аурухана қазіргі таңда 390 төсек орнымен қамтылған. Құрамында жоғары технологиялық медициналық көмек көрсететін және барлық профильді бөлімшелермен жабдықталып, үлкен көпсалалы орталыққа айналып отыр. Бұл Шымкент қаласының республикадағы маңызы бар қала санының құрамына енуіне және қаладағы халық санының өсуімен тікелей байланысты. Өзіміздің 1975 жылдан бастап жұмыс істеп келатқан екінші қалалық аурухананың тарихын қазіргі таңмен салыстыра отырып, іс тәжірибе жүзінде дәрігерлер арасында іс тәжірибелік практика жүзінде осы конференция ұйымдастырылып отыр. Енді біздің ауруханаға келетін болсақ, соны 1975 жылдан бері көптеген қазіргі таңға дейін өзгерістерге алып келіп жатыр. Жоғарғы технологияда жасалатын операциялар осы біздің ауруханада қазіргі таңда жасалынып жатыр. Оның ішінде ангиография, компьютерлік томография, одан кейін цифрлық рентген аппараттары, міне осы құрылғылардың көмегімен қазіргі таңда көптеген заманауи операциялар біздің ауруханада да жүргізіліп жатыр. Аурухана тек науқастарды емдеп қана қоймай, сонымен қатар қаладағы екі үлкен жоғары медициналық оқу орындарының, яғни Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы және Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық Қазақ-Түрік университетінің клиникалық базасы болып табылады. Аурухана құрамында тәжірибелі дәрігерлер мен белгілі профессор-оқытушылар құрамы жұмыс істейді. Біздің аурухананың жеткен жетістіктері айтарлықтай жеткілікті. Осы жылы 10 айдың ішінде 14389 емделушіге көмек берілді. Сонымен қатар 2538 емделушіге ота жасалынды. Осы орайда айта кету керек, 2021 жылдың 15 наурызынан бастап біздің ауруханаға КТ аппараттары және заманауи медициналық аппараттар орналастырыла бастады. Бұл әрине біздің үлкен жетістіктеріміздің бірі. Айта кетейік, аурухана 2020 жылы толықтай күрделі жөндеуден өтті. Қазіргі таңда аталған емдеу орталығында медициналық көмек көрсетудің барлық заманауи жағдайы жасалған. Медицина ғылымдарының докторлары мен кандидаттары, денсаулық сақтау магистрлері, көптеген жоғары санатты дәрігерлер мен медбикелер жұмыс атқарады. Бүгінгі ұйымдастырылып отқан конференцияға Германия, Туркия, Ресей, Грузия, Өзбекстан, Қырғызстан ғалымдары, сонымен қатар еліміздің белгілі профессорлары қатысуда. Интизара Нарзуллақызы, Антон Семенов, Бекберген Қайыржан, Әділет ақпарат.